Сәлем достар, сіздермен бірге логикалық сұрақтар арнасы. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге 20 сұрақ, әрқайсысына 5 секунд уақыт беріледі. Ал ендеше бастадық. Бірінші сұрақ, қай адам құлайды? Екі адам жіптің үстінде тұр. Бірінде 100 кг жүк, екіншісінде шар мен себет. Қайсысы бірінші құлайды? Жауабы 100 кг жүк ұстаған адам, себебі тепе-теңдік бұзылады. Екі адам тұр, бірі қымбат киінген, бірі қарапайым. Қайсысының ақшасы көп? Жауабы қарапайым киінген, байлар көзге түспеуі мүмкін. Үшінші сұрақ, қай адам өтірік айтып тұр? Үш адам мен кінәлі емеспін дейді, біреуі күліп тұр. Қайсысы өтірікші? Жауабы күліп тұрғаны, себебі шындықта адам қобалжиды. Төртінші сұрақ, қайсысы спортшы? Екі жігіт, бірі бұлшық етті, бірі арық. Жауабы спорттық аяқ киім кигені. Бесінші сұрақ, қай қыз жаңбырда қалды? Екі қыз тұр. Біреуінің шашы дымқыл, екіншісінікі құрғақ. Ал күн болса ашық. Қайсысы жаңбырда болған? Жауабы шашы дымқыл қыз. Алтыншы сұрақ, қайсысы үй иесі? Есіктің алдында екі адам. Бірі қоңырау басып тұр, бірі кілтпен ашып жатыр. Үй иесі кім? Жауабы кілтпен ашып тұрған адам. Қай бала тәтті жеді? Үш бала жеген жоқпын дейді. Біреуінің ерні боялған. Кім жеді? Жауабы бет-аузы былғанған бала. Сегізінші сұрақ, қай адам жас? Біреуінің беті тегіс, екіншісінде әжім бар, шашы ағарған. Жауабы қолы тегіс, шашы қара адам. Қайсысы қауіпті қорап? Екі қорап тұр. Бірінде қауіпсіз деп жазылған. Қайсысын ашуға болмайды? Жауабы қауіпсіз деп жазылғаны. Алдау болуы мүмкін. 10-шы сұрақ. Қайсысы жеңіске жетеді? Екі адам жарысқа тұр. Бірі спорттық формада, бірі джинсы шалбармен. Кім жеңеді? Жауабы спорттық формадағы адам. 11-ші сұрақ. Қай телефон жалған? Жауабы уақыты қате көрсеткені. 12-ші сұрақ. Қайсысы жаяу жүріп келді? Жауабы аяқ киімі лай адам. Мұна екі баланың қайсысы үйінде болған? Жауабы киімі таза бала. Қай адам су ішпеген? Үш адам тұр. Ойланып жауап беріңіз. Жауабы ортадағы ерні құрғақ адам. Қайсы бала түнімен телефонды көп көріп ұйықтамаған?
Жауабы көз асты қарайып кеткен бала. Қайсысы бала өтірік сөйлеп тұр? Жауабы көзін тайдырып тұрған бала. Қайсы бала сабақ оқымай келді? Жауабы жылап тұрған бала, себебі ол мұғалімнен ұрыс естіді. Қайсы үйінен асығып шығып кеткен? Жауабы аяқ киімі байланбаған қыз. Қайсы бала ауырып тұр? Жауабы бет-аузы қызарып, түшкіріп тұрған бала. Екі адам, біреуі бағдаршамға қарап тұр. Қалалық кім? Жауабы әдемі киім киінген әйел. Топта 3 адам тұр. Қайсысы көшбасшы? Жауабы бағыт көрсетіп тұрған адам.